Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тез уақытта дайындалатын дәмді бәліштің рецептісін ұсынамын. Бұл бәліш бірінші жасағаннан әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: 2 дана жұмыртқа, 1 стакан ұн, жарты стакан шекер, жарты стакан майонез, 1 ас қасық мак, 1 ас қасық қопсытқыш және де қант ұнтағы. Ең алдымен таза ыдысқа құрғақ ингредиенттердің барлығын салып, шанышқымен жақсылап араластырамыз. Араластырғанда түйіршік қалмауы тиіс. Араластырып болғаннан кейін сұйық ингредиенттерді қосып шығамыз. Майонез және жұмыртқаларды қосып, шанышқымен жақсылап араластырамыз. Миксермен де араластырсаңыз болады, бірақ маған шанышқымен араластырған ыңғайлы. Енді форманың ішін сұйық маймен немесе сары маймен майлап шығамыз. Менің формамның диаметрі 20 см. Енді қамырды майланған формаға саламыз. Қамырдың бетін тегістеп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 25-35 минут пісіріп аламыз. Пешіңізге қарай бағдарлағаныңыз дұрыс. Піскендігін ағаш таяқшаның көмегімен тексереміз. Біздің бәлішіміз дайын болды. Бәлішіміз өте керемет, жұмсақ, жұпар иісті болып шықты. Назарларыңызға үлкен рахмет. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп, жаңа видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, сен нұсқасын таңдап қойыңыздар. Келесі кездескенше.